Hayırlı tan Astana'da, hayırlı tan Jerana, hayırlı tan Şubulalı altın gün, hayırlı tan dostlarım, sendерді көрсем қуанамын. Арайлаған аңды сүйетін күн, мен. Ата-анасын сүйетін күн, мен. Достарын сүйетін күн, мен. Еліміздің болашағы кімде? Жарайсыңдар балалар, бәріміз өз орнымызға отырайық. Балалар, бір жылда неше жыл мезгілі бар? Ясин айтып берші маған. Орнымызға тұрамыз. Бір жылда 4 жыл бар. Қандай? Көктем, жаз, күз, қыс. Жарайсың. Балалар, бір жылда 4 жыл мезгілі бар екен, я? Ал қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Көктемде неше ай бар екен? 3 ай. Бәріміз бірге атайықшы. 3 ай. Наурыз, сәуір, мамыр. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бір аптада қанша күн бар екен? 7 күн. 7 күн бар екен. Жарайсың. Орнымыздан Ясина тұрда. Атай қойшы. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біздің оқу әрекетіміз математика негіздері. Сабағымыздың тақырыбы 1-ден 10-ға дейінгі сандар балалар. Кәдімгі бәріміз бірге сандарды санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар. Енді кері санаймыз балалар. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар. Балалар, мына жерде бірінші тапсырма бізде адасқан сандар екен. Осы сандарды ретімен қоюымыз керек. Кәдімгі бізге мына жерде бірінші қандай сан тұрады? Келіп, бір санын қоямыз. Келе ғой. Мариям, келе ғой. Қандай сан қойдың? 1. Жарайсың. 2 деген санды кәдімгі кім қояды? Келе ғой. Қолымызды көтеріп айтып тұрайық. Қандай сан? 2. Одан кейінгі сан қандай сан? Кім қояды? Кел Асқан. Жарайсың. 4 санын. Келе ғой бек сұқыр. Тез. Қандай сан қойдың? 4. Енді бізге келе ғой енді. Қойған сандарды атаймыз. Қандай сан қойғансың? 5. Одан кейін келе ғой. 3. Қай санды қоямыз? 5. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар жұмыс істейміз. 5 күн. Қанша күн деп аламыз? 2 күн екен. Ал балалар, біздің екінші тапсырмамыз алтыларында сандар тұрып, бау арқылы сол сандарды тура табады екенбіз. Кәдімгі бірінші нелерді аламыз. Мінекейіз. Мына бау арқылы 1-ден 2-ге жүреміз, 2-ден 3-ге жүреміз. Түсіндер ма? Сөйтіп 10-ға дейін келеді екенбіз. Бәріміз бастаймыз. Бауын алауы жасаймыз. Баулармен жұмыс істейміз.
мен сендерге мінекей бір тал бердім. Осы талда сендерде бұтақтарына, мына жерде қанша сан тұр, сонша жапырақ жапсырамыз. Бұтақтарына жапсырамыз. Түсіндер ма? Мысалға, Мединаның талында 3 деген сан тұр екен. Осы Медина қанша жапырақ жапсырамыз? 3 жапырақ жапсырамыз, е? Ал, қанекей, жұмыстарымыз бастаймыз. Жапырақтарын жапсырыңдар. Жарайсыңдар балалар. Қанша оқиын? Екеу жасадың ба? Сен ақ болып қалдың ба? Қанша ол? Сенде? 12, не? Жарайсыңдар балалар. Сендер өте тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Ал енді біз балалар кішкене шаршап қалып, кәдімгі сергіту сәтін жасап жіберейік. Қана айтамыз бәріміз. 10 қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ, қосып ендік екеуін, болып шықты 10 саусақ. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, біз келесі тапсырмамыз, мына мен сендерге сурет тараттым. Осы суреттерді құрастырамыз. Мына жанында сандар тұр балалар. Сол сан арқылы суретті құрастырамыз. Қима суретті құрастырамыз. Мінекей жасаймыз. Ой, жарайсың Сабыржан. Сандарды жетеді. Бері қараймыз, мен сендерге банка тараттым. Осы банкаға мына жерде қанша нүкте тұр, сонша санды қойып шығамыз. Түсіндер ма? Бір нүктеге бір деген крышкасы бар, нүкте қоямыз. 2 дегенге 2-ні қойып шығамыз. Банканың ішіндегі нүктелерді санап, соған сандарды қойып шығамыз. Жарайсыңдар. Сендер бұл тапсырманы жақсы орындадыңдар. Енді біздің келесі тапсырмамыз балалар. Мен сендерге қолбақ тараттым. Осы қолбақ арқылы мына карточкадағы сандарды санаймыз. Мысалға, Медина, сенде 6 саны бар. 6 саусақты санап, одан 1-ді ал деп тұр. Сонда қанша қалады, соны санап шығамыз, балалар? Қолбақ арқылы, карточка арқылы жұмыс жасаймыз, балалар. Жарайсың. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы орындап шықтық, я? Біздің оқу әрекетіміз
көңіл күйімізге қандай әсер етті екен? Кәнекей, бірінші көрейікші. Мына жерде қандай смайлықтар тұр? Біріншісі тамаша. Екіншісі жарайсың. Үшіншісі өте жақсы екен, иә балалар? Ал енді балалар, есімдерге мына жерге крем тараттым. Осы кремді бүйтіп жағамызда өзіміздің бүйтіп күлкімізді салып қояды екенбіз. Сөйтіп, сабағымызды аяқтаймыз. Қолдарына кремді жақсындырды болады. Көңіл күйлерін салсаңдаршы бүйтіп, көңіл күйлерін дөңгелек жасаймыз. Жаса. Крем арқылы смайлық жасаймыз. Мінекей мен смайлығым бүйтіп күліп тұр екен. Ой, жасанды. Әдемі күліп шықты ма? Жарайсыңдар. Жап.